Қазіргі заман ақпараттық технологиялардың дамыған, өршіген заманы. Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, өнер білім бар жұрттар тастан қамал салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деген сөзінен тоқталатын болсақ, қазіргі заманның толықтай сипаттамасына сәйкес келеді. Барлығымыз қазіргі таңда туған туысқанмен де, жора жолдастармен де байланысты тек қана әлеуметтік желілерде ғаламтормен ғана ұстап келеміз. Алайда ғаламтордың тек қана дұрыс жағы емес, бұрыс жақтары байқалып келеді. Сәйкесінше көптеген жастардың әлеуметтік желілерде ұзақ уақыт өткізуі, ол жердегі керек емес ақпараттарды алуы, ол ақпараттарды ешқандай сүзгіден өткізбей қабылдауы. Бірі уақытын тек ойын-сауыққа жұмсап, ал енді кейбіреулері бейресми діни идеологияларды өзіне сіңіріп, теріс жолдарға түсіп бара жатыр. Осы тұста қазақтың көрнекті қайраткері Ғабиден Мұстафиннің сөзіне тоқталсақ, ұрпағыңды өмірге алып келдің екенсің, оны баулай білу сенің міндетің деген сөзі бар. Сәйкесінше бұл сөздің мағынасына үңілсек, ата-ананың, қоғамның, тіпті тұтас мемлекеттің алдында үлкен жауапкершілік осы жастардың тәрбиесі, бала тәрбиесі, әсіресе діни сауаты төмен жастардың әлеуметтік желілер арқылы теріс ағымдардың қарамағына түсу ешқандай кедергісіз орын алып жатыр. Бірінші кезекте жастар арасында діни сауаттылық төмен болуы. Екінші кезекте сол әлеуметтік желілердегі кереғар діни ағымдағы насихаттап жатқан бейнебаяндардың, ақпараттардың әдемі әсерлі уағыздарға толы болуы. Сәйкесінше ол мүмкіндігінше ол уағыздармен де, ол ақпараттармен де күрес жүргізіп жатыр. Үшінші кезекте адамның санасының қазіргі таңда уланып, өздерінің идеологияларын қабылдап, мәжбүрлі түрде ену. Бұл жолдардан, бұл амалдардан кереғар ағымдарға кетіп қалуын қалай сақтануға болады? Бірінші кезекте діни ақпараттарды ресми ақпарат көздерінен алу. Екінші мәселе отбасылық тәрбие. Көптеген ата-аналар ұлдарының, қыздарының қазіргі таңда ұялы телефон, смартфон алып береді. Сәйкесінше ғаламторға толыққанды ешқандай шектеусіз мүмкіндіктер беріп қояды. 95%-дан астам ата-аналар ұялы телефондарда, смартфондарда да ата-аналық бақылаудың бар екенінен беймәлім. Ғаламтор үлкен мүмкіндіктер алаңы, бірақ ол жердегі тек қана діни ақпараттар ғана емес, басқа да ақпараттарды алу кезінде сүзгіден өткізгеніміз абзалырақ. Саналы болайық, діни сауатты болайық.